Сәлем оқырман. Кеше болса мөлдір ойланып келемін деген еді таныстық бойынша. Ал бүгін болса соны тоқтататынын айтқан болатын. Екеуі ортаға шығып өзінің қайта ойларын айтқан болатын. Мөлдір болса осыған дейін деді. Қаншама рет таныстық тоқтамақшы болатын. Сол кезде де мен қанша рет айтқанмын, сөйлесіп көрейік, танысып көрейік деп. Маған жігіт ұнап келе жатыр деген сияқты болды. Иә, мен қазір мойындаймын, мен әрі қарай өзім ата-анамды олай көндіргім келмейді. Бізде және де ғашықтық болған жоқ. Қызығушылықпен, ұнатумен көтеріліп келе жатқан болатын. Бірақ ара қатынасты бұзатын нәрселер ол сезімді басып тастаған болатын. Және де осы таныстыққа ойланып көремін дегенім. Ол қатысушылардың ықпалы, Бауыржан мырзаның сөздері. Мен тек бір мүмкіндік бергендей болдым деген болатын мөлдір. Ал Айсұлтан болса өзінің ішінде күйетін бір нәрсесін айта кеткен болатын. Мөлдірдің таныстық тоқтатқысы келгені деді. Өзінің қалауы емес секілді. Әке-шешесі елдің сөзімен, пікірімен санасып қарсылығын білдіретін секілді деген болатын. Ол дұрыс, енді жақындарын тыңдамай қайда барады. Өзінің қалауымен емес, үйдегілердің айтқанымен тоқтатып жатыр деп ойлаймын, деді Айсұлтан. Түбі таныстық тоқтады. Ал енді көрерменнің пікірін оқып көрейік. Бұл не болғаны? Спокойно тоқтата салды және де мәз екеуі. Бір-бірін ұнатқан адамдар бұлай қоштаспайды. Сценарий екені білінді. Қанша халықты алдап оған терлеп біз коммент жазып қосылыңдаршы деп. Бәрі өтірік болғаны ма? Мөлдір қаншама үміт жерге шашылды да қалды. Сізден күтпедік. Мына мінезбен, тәкаппарлықпен қандай жігіт келсін кіші. Жасты үлкен болсын, ұзаққа бармайды, менмендігіңіз ешқашан төмендемейді, жоғарыламаса. Жұлдыз боп кеткенсіз. Отписка сізден. Бұл дұрыс шешім, саналы түрде тоқтаттыңдар. Бір-бірлерінің адамдарын емес екендерінді түсінгендерін дұрыс болды. Бекерге үміттеніп, үміт сыйлап, төмендетіп, төменшік жасап, эфир үшін созып, құндарынды түсірмегендеріне қол соғамыз, дейді оқырмандар. Ал сіз қалай ойлайсыз?